саламатсыздар ма достар? Бүгінгі дайындайтын тағамыз котлама. Ал кеттік. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Оған бірінші міне жылы сүт керек. Жылы су керек. Тұз керек. Так, сода керек. Un gerek. Unumuzды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Мына қамырымызды жақсылап қаттылап басамыз. Еттің, нанның қамыры сондай қылып басамыз, тек бұның құрамында сүт бар, сода бар. Соданың орнына разрыхлитель салуға да болады. Әбден басып болғаннан кейін жақсырақ басып мешочекке салып қоя тұрамыз. Сол мешочектің ішінде тұрып жұмсағанға дейін біз ішіне начинкасын дайындаймыз. Фарш керек оған, пияз керек. Пиязды ұнтақтап турамаймыз. Қазір көрсетемін сіздерге. Тестіміз дайын болды. Енді демалтуға қоя тұрамыз. Міне фаршымыз дайын. Енді пиязымызды қараңыз. Сақтамаймыз, енді былай қылып тураймыз. Енді пиязымызды саламыз үстіне. Енді бұған тұзымызды саламыз. Видеоның астына рецептін құрамын бәрін жазып жіберем. Енді жақсылап араластырамыз. Бірінші жуасын былай қолмен сықылап аламыз. Фаршымыз кішкене еті қоюлау болса, құрттай шамалы салқын судан құямыз. Тестіміз дайын болды. Енді катать етеміз. Жұп-жұқа қылып катать етеміз. Мен тестімді осылай дөңгелек емес, сопақтау қылып жайдым. Себебін қазір көресіздер не үшін. Міне жаңа ертілген құрттай майды ертіп қойдым. Осындай екі лепешкіге жететіндей қылып. Міне қараңыздар, түгелдей жағамыз. Қамырыңыз бірақ жұқа болу керек. Бұны маргаринде ертуге де болады, сливочный майды ертуге болады. Я подсолнечный маслыны просто құйып жағуға болады. Негізі маргарин, я сливочный май дұрыс болады. Енді мына фаршымыздың жартысын екіге бөлеміз. Жартысы бір лепешке, екі лепешке жететіндей қылып бөліп алдық. Фаршты аз екен деп ойламаңыз, фарш бәрі жеткілікті. Жерге келгенде бұлай құттай шым жібереміз тестіні. Енді бұлай қыламыз. Қатты қыспаймыз ештеңені. Сосын мына жерін, бір шетін астына қарай жібереміз. Болды. Енді противенімізді аламыз. Мынау салдық. Ортасына қоям.
сосын былай қылып жайлап басамыз. Резко бүйтіп басып тастамаң, жаймен. Құттай жыртылып жатса, ешқандай қорықпаңыздар. Енді үстіне жұмыртқасын саламыз. Жағамыз жұмыртқаны. Енді міне үстіне кунжутный семечко себеміз. Мак себеміз. Осылай духовкаға 220 градусқа 35-40 минут пісіреміз. 180 градусқа қазір қараймыз уақытын. Міне біздің қатламамыз дайын болды. 180 градусқа 30 минутта пісті. Бұлай сындырып та бұлай жеуге болады. Мен қазір ыссы болғасын кесем, сосын дәмін көреміз. Как слоеный болып тұрады да, міне. Міне енді, достар, дәмін көреміз. Менен сіздерге осындай тәтті әдемі рецепт сіздерден маған лайк. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға.